Сәлем достар, бүгін сіздерге ағылшын тілін үйренуге арналған бір-екі программа жайлы айта кетейін. Бірінші программа WordBit деп аталады. Play Marketке WordBit десеңіз көптеген түр шығады. Сода русский, английский деген таңдайсыз. Және ода корейский, русский деген көптеген түрлері бар. Оны алғашқы қосқанда осындай болып тұрады. Бұның бір ерекшелігі телефоныңызда әрдайым қосып өшіргенде, например, экранды өшіріп қосқанда дәл осындай болып шығып тұрады. Бірақ сіз алғаш скачать еткенде осындай бір сөз шығады. Сол кезде настройканы кіресіз, және өшіріп қосқаннан қосылатын болу үшін сол кезде мынау сделать экран блокировка дегенде өшіріп қосуыңыз керек. Мынау сізде өйстіп тұрады, өйстіп оны көк түске жандырасыз. Болды. Қалғаны осындай болып тұрады. Әрдайым осындай экранды қосып өшіргенде осындай болып тұрады. Мына жерде ағылшынша, мына жерде перевод, мынаны бастаңыз орысшасын айтатын болады. Мына жерде мысалдар, мына мысалдар. Мынандайларын бассаңыз, соң орысша аударып береді. Екінші программа Duolingo деп аталады. Duolingo. Мен оны бір-екі несінен өткем. Уровеннен қазір маған басқаша бірдеңе шығады. Міне қазір менде 1% не бар. Уровен бар. Так, не істейміз? Остановить. Сделать доставка. Старт деп көрейік. Міне, яблоко дейді. An apple. Осындай верно деп шықты. Тур осылай болып тұрады. I eat. Так, I eat деген сөздің мағынасын білмеймін, сондықтан I деген я, H, я, мальчик. Я ем деген, мен жеймін деген сөз екен. An apple. Ем яблоко. Яблоко екен. Көрдіңіздер, осындай қызықты ойын, негізінен ал жасыл былайынан толады, сосын екінші уровенге өтесіздер. Сонымен сау болыңыздар, каналға жазылыңыздар. Егер де біздің каналда 1000 подписчик болса, тегін интернетке қалай кіру керек жайлы видео түсіретін боламын. Сонымен сау болыңыздар.